Армысыздар қазақ елі. Мен Назар деген болам, Шығыстан. Бүгінгі мына сорақы жаңалық, жүрегі жоқ тас жүректің өзін неғайбыл жағдайға салатын жаңалық болып тұр. Мына аяғы ауыр жансұлу қызымызды өзіміздің Қазақстанның соты соттап жатыр. Ұлтараздық қоздырды дейді. Сонда бұл не болғаны? Ол кісі ешкімді өлтіріп тастаған жоқ. Мемлекетке ешқандай қауіп төндірген жоқ. Ешкімді өлтіріп тастаған жоқ. Айы күні келіп, міне босанамыз деп тұрғанда түрмеге қамап, оның ішін жарып, баласын тартып ап, өзін түрмеге қамау деген бұл не сорақылық? Соғырлым ол қыз не істеп қойды? Қаншама қанышер, қаншама жемқорлар жүр осы бостандықта. Соларды неге солай жазаламасқа? Біздің қазақтың ұлтына, еліне, егемендігіне тіл тигізген қаншама адамдар жүр. Олардың барлығы бостандықта. Сонда ел үшін, жер үшін, тіл үшін бір ауыз сөз айтам деп осындай жазаға тартылу деген бұл адам баласы түсінбейтін жағдай. Осыны көре тұра соттаған сот өзі аяғы аспаннан салбырап түсті ме екен, әлде инкубатордан шықты ме екен? Оның анасы жоқ па, оның қызы жоқ па? Осындай қателіктер жіберіп тұрған бас прокурор қайда қарап тұр? Жоғарғы сот қайда қарайды? Себебі осындай заңды қабылдап, осындай жазаны қолданып отырған солардың қол астында жұмыс істеп жүрген соттар мен прокурорлар. Соларға айтқым келеді. Аналарың жоқ па, қыздарың жоқ па? Қарындастарың жоқ па сендердің деп. Я, менің елім тамаша. Міне қазір көрсетейін, әне артымда тұр. Артымда тұр менің әне туым. Менің туым әдемі. Менің елім әдемі. Менің жерім әдемі. Тек заңы мен билігі сорақы. Басқа айтар сөз жоқ. Не әкетіп бара? Жарайды, кінәлі болса да аман есен босануына со баланың құқығы бар ғой. Неше жасқа дейін? 5 жасқа дейін ба? Әлде кәмелетке толғанша ма? Кішкене шегере тұрса болмас па еді? Я, заң алдында барлығымыз бірдейміз, жауаптымыз. Я, сүрінбейтін тұяқ жоқ, жаңылмайтын жақ жоқ. Айтқан шығар. Бірақ сол айтқан сөзі дәл осындай ауыр жазаға тұрмайды деп есептеймін. Бұл біздің халықтың және біздің балалардың құны осымен ақ көрсетіліп тұр. Түсінбеймін мұндайда. Бүгін әрине хаттар жаздық жан-жаққа. Мынау қанышер жауыздың істейтін ісі. Одан басқа ешкім бұндай іске бармайды. Нағыз қанышер жауыз адам ғана осыны істейді. Шын жарып баласын алып өзін соттайтындай не істеді? Не істеді соғырлым? Халықпен қатты ойнап кеттіңдер биліктегілер. Айтады ғой. 1000 күндік шөлмектің бір күнде сынбасына кім кепіл береді деп. Сіздер осы іспен, осы ағаттық қателік істеріңізбен барлық қазақ елін ояттыңыздар. Барлық халықтың намысын ояттыңдар. Бұларыңыз енді тек арты тыныш болсын. Түсінбейміз біз мұндай заңда. Ертең күні сонда әне қыздарымыз отыр.
балаларымыз отыр. Соларға осындай мемлекет керек па, керек жоқ па? Жаман айтпай жақсы жоқ. Ел басына күн туса, осындай заң шығарып отырған сіздер халыққа үндеу саласыңдар. Отанды қорғау керек деп. Иә, мен барамын қорғауға. Мен қатарлық қарапайым халық барады. Себебі бұл жер, бұл ел бізге ата-бабамыздан аманатқа қалған жер. Сол үшін барамыз. Сіздерді қорғау үшін емес, тек жерімізді, елімізді қорғау үшін барамыз. Я сіздер қашып үлгересіздер. Сол кезде үй алмай қалай халыққа үндеу саласыңдар, отаныңды қорға деп. Мұндай отан халқын езген. Бұл не нәрсе? Сонда қалай үй алмай айтасыздар? Осыдан кейін осы отанға деген көзқарас халықта қалай болады? Соны неге ойламайсыңдар? Шынымды айтқанда, осы өмірге келгеніме өкінемін. Осындай сорақыны көргеніме өкінемін.